Егер М әрпінен басталатын ойыншылардан құрам жинап, оларды Ла Лигада ойнатсақ, қалай болады? Олар қандай нәтижеге қол жеткізе алады, қандай трофейлерді иелене алады, қандай орында тұрақтайды? Қазір соны біз бірге сіздермен анықтайтын боламыз. М әрпінен басталатын ең мықты клуб әрине ол Милан клубы, және Милан клубының өзінде ішінде М әрпінен басталатын ойыншылар бар екен. Міне қазір Ла Лигадағы қарсыластарымыз. Және мен 1 сағат бойы 16 М әрпінен басталатын ойыншыларды тапқан болатынмын. Және бірінші ойыншы ол бізде Астон Вилла қақпашысы Мартинес. Қазір онымен келесі сөздер жүргізіп көретін боламыз. Оның бағасы қазір 40 миллион екен. Енді 50 миллионды ұсынып көреміз, бірақ та келіспеді бұл жерде өкінішке орай. Оларды біз қазір келіспеген ойыншыларды келесі апта, яғни ойын бойынша келесі аптада сатып алатын боламыз. Барлығы сатып алынады. Және қазір біз бұл жерде Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы Мартинеспен келісіп көреміз, бірақ тағы да Мартинестер бұл жолы бізбен келіскісі келмей тұрған секілді. Қазір енді Модричпен келісі жүргізіп көреміз. Енді 30 миллион евро ұсынып көретін шығармыз. Өйткені көбінесе келіспей жатыр. Және міне керемет алғашқы ойыншы бізде келісті. Енді Марезді қазір біз Сауд Арабиясынан сатып алатын боламыз. Келісе екен? Әрине өте қиын. Негізі 70 миллион евро және келісті. Өте тамаша. Ендігі кезек бізде Мендиге келді. Енді көрейік. Бана біз енді Модричті сатып ала алдық. Мендиді береме бізде? Реал Мадрид клубы және берді. Өте тамаша. Енді біз қазір Тоттенхэм ойыншысы Мадисонмен келісетін боламыз. Менің ойымша келісу қажет ол. Қазір енді 70 миллионды ұсынып көреміз. Және келісе ме? Жоқ, 99 миллион дейді. Өте көп екен. Қазір біз бір ойыншыны беретін боламыз. Қақпашылардан көрейік. Жоқ, енді шабуылшы. Міне қазір осы шабуылшыны берейік. Және қазір 69 миллион дейік. Енді келісе ме? Қазір бірге көрейік. Және келісі өте тамаша. Ендігі кезек бізде Париж қорғаушысы Маркиньос. Енді қазір оның бағасы қымбат екені түсінікті. Барынша келісетіндей ұсыныс тастап көреміз. Және жоқ, келіспеді өкінішке орай. Бұл үшінші ойыншы келіспеген. Ал бізде ендігі кезекте сатып алынатын ойыншы қазір. Міне Мартинес, тағы бір Мартинес. Бұл Мартинес келісе ме? Қазір көретін боламыз. Оның бағасы енді арзанырақ екен. Келсе салайық. Бәрібір ендігі кезек бізде. Қазір қарап жіберейік. Рет-ретімен ала берейік позиция бойынша. Және келесі ойыншы бізде Милинкович Савич. Қазір енді оны біз 75 миллионға сатып алып көрейік. Енді 75 миллионды ұсынамыз. Және келісе ме? Жоқ, 83 миллион дейді. Әрине онымен келісе салайық. Қатты бір үстінде ақша қосылған жоқ. Сондағы 78 миллион. Ендігі кезекте бізде кім екен? Және бұл бізде Садио Мане. Аль-Наср ойыншысы, тағы бір Сауд Арабиясында өнер көрсететін ойыншы. Енді 50 миллион евроны ұсынамыз, бірақ келіспейді. Және біз 68 миллионға келісеміз. Ендігі кезек бізде кім екен анықтап жіберейік. Және бұл бізде Мусиалла. Бағасы 134 миллион евро. Енді білмеймін қанша евро беру керек оған. Бірінші біз битик. Оған бір ойыншыны берейік. Міне осы Ляода. Және 100 қанша? Жоқ, қайда 150 миллион, 90 миллион дейді. Көп емес пе? Кішкене бағасын сүрек 70 миллионға дейін. Және 80 миллион дейді. Әрине, енді өкінішке орай келсеміз, басқа амалымыз жоқ. Сатып алынатын ойыншылардың саны азайып келе жатыр. Және біздегі келесі ойыншы ол Килиан Мбаппе. Қазір оны Реал Мадрид клубынан сатып алып көретін боламыз. 200 миллион евроны ұсынамыз. Және Реал Мадрид басшылары өте тамаша екен. Бірден келісе салады. Кейбір клубтар секілді емес. Өте тамаша. Ал бізде келесі ойыншы ол
Мартинес тағы бір. Ол Мартинес келсе ме? Бізде уже 3 Мартинес қатарынан келіспеді. Бұл жолы келістіретіндей ұсынамыз, бірақ ой, тым көп ұсынып жіберді бұл жерде. Енді қазір осы ойыншы, қазір кім бар екен? Так, қарайық, осыны берейік және 50 миллионға ақшаны түсіретін боламыз. 113 миллион евро. Өте тамаша, келісті. Келесі ойыншыға өтеміз және ол бізде әрине өте керемет ойыншылардың бірі, Ливерпульдің шабуылшысы Мохаммед Салах. Қазір енді қанша ұсынсақ болады екен? 100 миллион ұсына салайық енді. 123 миллион дейді. Ой, өкінішке орай ақшамыз суда кетіп жатыр бұл жерде. Енді көп ойыншылар әрине қымбат тұрады. Және бізде келесі ойыншы ол Лионель Месси. Қазір оны Интер Миами клубынан сатып алып көретін боламыз. 40 миллион евроны ұсынамыз. Келісуі қажет жоқ, бірақ 54 миллион дейді. Оған біз келісетін боламыз. Және менің ойымша біткен секілді. Ойыншылар қазір тағы бір қарап жіберейік. Міне қазір тез қарап шай, кімді сатып алмадық? Бәрін сатып алдық. Енді біз ойыншылардың жалақысымен келісіп клубқа сатып алатын боламыз. Ендеше кеттік. Әрине қазір біз бұл жерде алғашқы ойыншы бізде Мартинес Жирона ойыншысы және 3 жылға келісіп көретін боламыз. Жоқ, бұған келіспейміз. Бұған келісе алмаймыз. Қазір басып жіберейік және зарплатасы, жалақысы 30 мың евро және келісті. Алғашқы біздің сапымызға қосылған М әрпінен басталатын ойыншы. Және бізге ол 70 миллион евроға келіп отыр. Әрине, менің ойымша өте қымбат болды, бірақ амал жоқ. Келесі ойыншы бізде Реал Мадридтің өте керемет ойыншысы Лука Модрич. Қазір оның зарплатасы 175 мың евро. Қазір ақшамыз суда кететіні анық қазір. Енді 100 мыңдай ма беріп көрейік енді. Бердік және 110 мың дейді, жарайды, келісе салдық. Алғашқы жұлдыз ойыншы Лука Модрич Миланның сапына қосылып отыр және оған біз 30 миллион евроны төледік. Енді қазір келесі ойынға жылдамдатып өтетін боламыз және бұл бізде Марез. Қазір онымен келісетін боламын. Оның жалақысы әрине көп болатыны сөзсіз, 72 мың екен, жалпы нормальный екен, келісуге болады. 77 мың дейді, жарайды, келісе саламыз. Міне қазір тағы бір жұлдыз ойыншы біздің сапымызға қосылды және ол бізде Сауд Арабиясынан келіп отыр 70 миллион евроға. Міне қазір жылдамдатып өткізіп жіберейік. Ендігі кезек бізде Реал Мадрид қорғаушысы Мендиге келіп отыр. Мендидің зарплатасы бізде өте көп екен. Қазір енді 100 мың деп көрейік. Бұрынғыша бұл жерде енді 92 мың деп өзі ұсынып тұр екен. Өте тамаша. Так, енді біздің сапымызға осылай қосылып отыр 82 рейтингілі қорғаушы. Оны біз 31 миллион евроға сатып алдық. Ендігі кезекте бізде қазір кім ойыншы екен бірден қарап жіберейік және бұл бізде Мадисон Тоттенхамның ойыншысы екен. Қазір оның зарплатасын қарап жіберейік. Менің ойымша арзан болуы тиіс. Жоқ, 135 мың евро. Енді бұрынғыша 100 мың евро ұсынамыз. Енді көбейтсе көбейтеді, көбейтпесе сол 100 мың евроға келіседі. Міне қазір енді зарплатаны қазір 100 мың дейміз және 90 мың дей салайық қазір. Өте тамаша келісіп отыр. Және бізде қазір тағы бір жұлдызды ойыншы, рейтингі өте тамаша, жалпы потенциалы жоғары ойыншы. Ендігі кезекте бізде Килиан Мбаппе. Бұл ойыншымен келісу өте қиын болары сөзсіз. Қалай ойлайсыздар, келісе ме бізде Килиан Мбаппе? Енді келісуге барша тырысатын
боламыз. 4 жыл келісім шартқа қол қойып отыр. Енді қазір зарплатасы 210 мың евро дейді. Өкінішке орай ақшамыз кетеді, алайда біздің сапымызға Килиан Мбаппе қосылады және ол бізге 200 миллион евроға келіп отыр. Әрине ақшамыз жаман кетіп жатыр, қанша евро қалды екен. Қазір соңында қарау керек. Ендігі кезекте бізде әлемнің жұлдыз ойыншысы ол Лионель Месси. Зарплатасы өте аз екен. Оңайлықпен сатып алатын секілдіміз бұл Мессиден. Және қазір зарплатасы 82 мың. Жарайды, келісеміз. Енді әрине Мессиді қалай шалмайсың бұл жерде. Оны біз 54 миллион евроға сатып алдық. Әрине бұлай нормальный секілді. Енді келесі ойыншы бізде ол Садио Мане. Садио Манені қазір біз Аль-Наср клубынан сатып алатын боламыз. Қазір оны негізгі ойыншы және 3 жылға және бұған келіспейміз. Зарплатасын қазір өзі берсе жақсы болады. Өзі берді және просто қабылдай саламыз. Енді біздің сапымызға тағы М әрпінен басылатын ойыншы қосылып отыр. Және біз Садио Манені 68 миллион евроға сатып алдық. Келесі ойыншы бізде Интердің шабуылшысы Мартинес. Қазір Мартинесті сатып алып көретін боламыз. Зарплатасы өте көп, ойыншылардың зарплатасы өте жоғары екен. Қазір енді 115 мың евро өте тамаша сатып ала саламыз. Егер алдыңғы бөлімде көрген болсаңыздар, көп ойыншылардың рентегі аз болды және олардың бағасы да және жалақысы да аз болды. Қазір енді ақшамыз жете аламын, мені сол уайымдатып тұр. Енді жеткізуге тырысатын боламыз. Қазір ойыншылар сатамыз, Миланның сапындағы солай әупірендеп жүріп жеткізетін шығармыз деген ойдамын. Қазір бізде кезек Мусиалаға келді және бұл жерде жоқ келіспейміз және жалақысына келеміз. Жалақысын қазір өзіміз ұсынады екенбіз. Қазір 80 мың евро дейік және келісті. Өте тамаша. Міне қазір бұл жерде өткізіп жіберейік және бізде Бавария, ойлаңыздар, Леода алып кетті, еще 80 миллион евро бердік. Өте негізі қымбат кетті. Ендігі кезек бізде Мохаммед Салах. Қазір Салахты сатып алып көреміз. Жалақысымен келісеміз, тойыз 3 жыл және бұған дым демейміз және жалақысы 140 мың евро. Міне сапымызға осылайша Мохаммед Салах қосылып отыр. Қазір сәл ойланып қалды, ол үшін айып етпеңіздер. Қазір бірден өткізіп жібереміз және біз Мохаммед Салахты 123 миллион евроға сатып алдық. Ендігі жолғы біздегі ойыншы ол Миланович Савич екен. Қазір оны да біз сатып алатын боламыз. Оның қазір зарплатасы қатты бір көп емес, 3 жылға келсеміз және бұған біз келсеміз тоже. Енді 76 мың евро өте қатты көп емес. Бұл ойыншыға әрине өте жақсы. Және тағы М әрпінен басылатын ойыншы. Және бұл ойыншы бізде Сауд Арабиясынан келіп отыр 83 миллион евроға. Біз ойыннан бір аптаны өткіздік және алдыңғы жолы келіспеген ойыншылармен ендігі жолы келісіп көретін боламыз. Бізде алғашқы ойыншы ол Мартинес. Мартинеске қазір 56 миллион евроны ұсынып көреміз және қайдағы Месси. Біз Мессиді бермейміз әрине. Орнына қазір басқа біреуді беретін шығармыз. Енді көрейік қазір кім бар. Міне осы бір ойыншыны берейік және сәл ақшасын көтерейік және келісуі қажет. Оның үстіне тағы да ақша қосып тұр ғой. Астон Вилла өз лидерлерін бізге әреңдеп жүріп беріп отыр. Ендігі жолы бізде екінші қорғаушы Мартинеске кезек келіп жетті. Енді оған қанша ұсынады екенбіз. Қазір ойыншыларды бірінші қарап шығайық, кім бар екен.
иә міне осы ойыншыны ұсынамыз және үстіне 20 миллион евроны қосып береміз. Бізден қазір Садио Манені сұрап отыр. Әрине бермейміз. Оның орнына қазір біз кімді беруге болады қазір? Қарай кім бар қазір бұл жерде? Ойыншылар аз секілді, бізде әрине көп ойыншылар М әрпінен басталады. Так. Мына жерден қарап жіберейік. Иә міне осы ойыншыны береміз және ақшасын қазір сүреміз және беру қажет. Әйтеуір Мартинезді бізге беріп отыр Манчестер Юнайтед басшылары. Ендігі кезек бізде Маркиньосқа келді. Маркиньоспен қазір келісіп көретін боламыз. Оған енді 60 миллион евроны береміз. Сосын қасына тағы бір ойыншыны қосып беретін боламыз. Қазір кім бар екен? Міне осы бір ойыншыны қосып берейік. Қазір енді кішкене бағасын азайтайық. Болды, енді жоқ, бұл жерде келіспей отыр, бізге Мессиді бер дейді. Оларға Мессиді біз бермейміз әрине. Кім бар осында ойыншылардан беруге болатын? Қазір қарап жіберейік. Міне осы ойыншыны берейік. Енді қазір келісеме көрейік. Жоқ, 90 миллион дейді. Амал жоқ, келісеміз. Ендігі жолы біздегі енді біз Мартинеспен қазір келісетін боламыз ойыншыны сатып алуға. Қабылдаймыз және 3 жылға дейді тоже қабылдаймыз. Енді бұған да келісеміз. Енді зарплатасына да келісеміз. Болды, бәріне де келістік. Бірден сатып алдық. Сапымызға тағы бір қақпашы қосылды. Айтып кетейін, бізде қақпада Майнгнан тұр. Сондықтан да қосалқы қақпашы немесе енді көре жатармыз, ойынына қарай қоятын боламыз. Қазір бізде міне ойыншылар сатылып жатыр, оларды қазір бірден өткізіп жіберетін шығармыз. Қазір кішкене кесіп тастайын бұл жерлерді, содан кейін қазір келетін боламыз. Енді қазір біз тағы бір Мартинезді сатып аламыз. Қазір ол Мартинез бізде бұлмен келісеміз және қанша жыл дейді екен, өзіміз ұсынамыз, 3 жыл ұсына салайық. Және бұлмен де келісеміз және зарплатасына келгенде олар өзін ұсынама, жоқ, біз ұсынады екенбіз. Біз примерно 100 миллион евроны ұсынамыз және келісі өте тамаша. Және қатарымызға тағы бір қорғаушы қосылып отыр. Қазір міне келіп жатыр. Юнайтед клубынан келіп отыр. Қазір енді бізде соңғы ғана ойыншы қалды. Ол бізде Маркиньос. Қазір ойыншымен жалақысын келісіп көретін боламыз. Қазір ол міндетті түрде негізгі ойыншы болады, маңызды ойыншы, және 3 жылға келісеміз. Және бұл жерде тоже келісеміз. Зарплатасы 91 мың евро, оғанда келісеміз. Болды, біз енді барлық ойыншыларды сатып алдық. Тек қана бір ғана Барселона ойыншысы Мартинес қалды. Оны сатып аламын, бірақ видеода көрсетпейтін боламын, өткені тағы бір апта өткізу керек, сондай короче. Енді қазір біз құрамды жинайтын боламыз және содан кейін біз барып осы маусымда аяқтатып, қазір сіздерге нәтижелерін көрсететін боламын. Бізде бұл жерде Марес және бұл жер позициясын цпғылайық. Бұның орнына қазір біз кімді қоямыз? Әрине біз бұл жерде қазір қайда таппай жатырмын. Бұл жерде Мартинес және Маркиньосты қоятын боламыз. Қазір не болып кетті? Қазір міне бұл жерде біз Мартинесті қоямыз. Міне дұрыс. Қақпаға және біз қақпаға емес, міне қосалық құрамға және бұл жерде қазір Мусиаланыма қазір қарай. Салақты қазір қосалқы құрамға қоя тұрамыз. Мусиалла және бұл жерде тағы кім бар бізде? Енді позиция бойынша қойайық бұл жерде. Көріп тұрғандарыңыздай дұрыс тұр, тек қазір біз кішкене жартылай қораушыларды өзгертейік. Бұл жерге енді Салақты қояқты, ана бір ойыншының орнына біз Марезді қояйық. Солай дұрыс секілді. Енді Марездің қазір позициясын бұлайынан папа қылып өзгертейік. Міне
және бұл жерде Модричтің орнына біз қазір кімді қояйықшы, Манені қояйықшы. Я болды біздің құрам дайын секілді. Енді біз қазір маусым соңын бірге көретін боламыз. Ендеше кеттік. Керемет нәтиже. Милан клубы 38 ойынға қатып 23 жеңіске жетіп, 10 рет тең ойнап, 5 рет қана жеңіліс тауып 79 ұпаймен екінші орынды иеленді. Ал бірінші орынды бізде Реал Мадрид клубы иеленіп отыр. Олар бұл маусымда тек қана 2 рет жеңіліс тапқан, 28 рет жеңіске жеткен, 8 рет тең ойнаған және 2 рет жеңіліс тапқан. Солайша 92 ұпайды жинаған. Өте тамаша нәтиже. Ал кубокта болса, алғашқы қарсыласынан ақ бұл команда екінші лигада өнер көрсетеді. Бірде бір ойнап, пенальти сериясынан жеңіліс тауып отыр. Негізі Милан, яғни М әрпінен басталатын ойыншыларға бұл өте үлкен ұят. Біз ол ойыншылар үшін қанша евро құрттық, өздеріңіз бірге көрдіңіздер ғой бана. Қазір енді кім бұл кубоктың иегері атанды екен, қарап жіберейік. Және бұл кубоктың иегері бізде Валенсия клубы, және финалистер бізде Валенсия мен Хетафе клубы. Есеп 0-0 болған және пенальти сериясы арқылы жеңіске жеткен. Атлетико Мадрид клубы жартылай финалдан жеңіліс тапса, бізде Реал Мадрид клубы ширек финалдан жеңіліс тапқан. Ал Барселона болса 1-8 финалда Жирона клубынан жеңіліс тапқан. Ла Лиганың сұрмергендерін қарап жіберейік, және бұл тізімде бізде 4-ші орында тұрған Мохамед Салах. Ол Мохамед Салах 38 ойынға қатысып 23 гол соққан. Ал одан кейін бізде 8-ші орында Мбаппе. Одан басқа ойыншылар бар ма? Жоқ, Мбаппе екен бізде ең соңғы осы тізімде тұрған. Ол Мбаппе 38 ойында 20 голдың авторы атанған екен. Ал голдық пас беру бойынша бізде Марес үздіктердің қатарында екінші орыннан табылды. 38 ойында 13 голдық пас берген. Одан кейін бізде төрттікте тұрған ойыншы ол Месси. Месси 38 ойында 9 голдық пас берген. Және қазір кім бар тағы бұл жерде? 12-ші орында тұрған бізде Салах бар екен. Салах 38 ойында 6 голдық пас берген. Және Мусиалла, ол 18 ойында бар болғаны 18 ойында 5 голдық пас берген. Өте тамаша. Ойыншылардың статистикасын сіздерге көрсетіп кетейін. Осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаған жағдайда болса, арнаға тіркеліп, лайктарыңызы басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және келесі кімге, қандай әріпке сүрейін, соны да пікірге жазып кетіңіздер. Ендеше сау, саламатта болыңыздар.